Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біз бүгін 10-шы сынып қазақ әдебиеті Мұхтар Мағауиннің «Шахан шері» романы бойынша бастау бөлімін, шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну мақсаты бойынша өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты Мұхтар Мағауин «Шахан шері» романы бастау. Оқу мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдайды, идеялық мазмұнын терең түсінеді. Осы сабаққа бағалау критерийлері: шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын анықтайды, кейіпкердің бейнесі мен идеялық мазмұнын талдайды, талдау барысында нақты дәлелдер келтіреді. Ұстаздар, біз сабағымызды өтпес бұрын осы «Шахан шері» романының авторы кім, яғни Мұхтар Мағауиннің өмірбаяны, туылған жері, оқыған оқу орындары, атқарған қызметтері мен шығармалар жайында мәлімет береміз. Одан кейін сабағымызға ену мақсаты да қызығушылығын ояту үшін мына сұрақтарды қоямыз. «Шахан шері» шығармасындағы Шахан кім? Шахан қорқыныш сезімі бар ет жүректі адам. Шахан құба мергеннен жолбарыс аулауды үйренген адам. Шахан жолбарыс аулау өнерінен машықтанып, кек алу жолында жүрек жұтқан батырға айналған адам. Шахан Рысбек ұста соққан білтелі қара мылтық пен ақ найза ұстап жүрген қарапайым аңшы. Келесі біз «Шахан шері» шығармасында Шахан бейнесі арқылы біз қандай оқиғаларды білеміз? Міне соған кезек берелік. Бірінші, біз романның басты оқиғалары қазақтың көшпелі тұрмысында отаршылдық кезеңнің зардаптары мен табиғат пен адамның қарым-қатынасы негізінде құрылған оқиғаларды көреміз. Екінші, кеңестік кезеңдегі қазақ халқының ауыр тағдыры мен еркіндікке ұмтылысы жолындағы күресті көреміз. Мұндағы жазушының шығармадағы идеясы қандай болды? Шығарманың идеясы Мұхтар Мағауин Шахан бейнесі арқылы жеке адамның қоғаммен күресін көрсетеді. Бұл шығармасында автор жеке адамның әділет іздеуінен адамгершілік пен зұлымдық арасындағы күресті терең көрсету арқылы ұлттық болмысты, тарихи шындықты, табиғат пен адам арасындағы үйлесімді сақтауға үндеу жасайтынын көреміз. Шығарманың басты кейіпкері Шахан. Ол кім? Біз жаңа басында Шаханның қарапайым адам екенін көрдік, ал шығармада Шахан қалай шыңдалды? Шахан әділетсіздікке қарсы күресуші, шындықты іздеуші тұлғаға айналды. Шахан табиғат пен адамның бірлігін сақтауға тырысқанымен, адамдардың зұлымдығы табиғаттың гармониясын бұзуға әкелетінін дәлелдеді. Қорыта келгенде, «Шахан шері» романы Мұхтар Мағауиннің осы шығарма арқылы әр оқырманды әділеттілік, рухани құндылықтарды және табиғаттың қадірін түсінуге, ойлануға шақыратын шығарма. Енді, құрметті әріптестер, біздің сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну болатын болса, осы мақсатқа жету үшін біз бірінші оқушыларға сюжеттік композициялық құрылым қандай, сонымен таныстырып шығамыз. Яғни, сюжеттік композициялық құрылым элементтерін түсіндіру. Оның элементтері мына
бөлімдерден тұрады. Бірінші оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның байланысуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, әрине ең соңында оқиғаның шешімі. Міне осы сюжеттік композициялық құрылыммен таныстырып болғаннан кейін, жалпы Шахан шері романының сюжеттік құрылысы осы бөлімдерден тұрады деп таныстырып өтуіміз керек. Яғни оқиғаның басталуы тұтқындағы шері, оқиғаның дамуы Шаханның бақытты отбасы, оқиғаның байланысуы отбасынан айырылған Шахан, оқиғаның шиеленісуі кек қуған Шахан, оқиғаның шарықтау шегі Шөнжік пен Шаханның кездесуі, ал оқиғаның шешімі шерінің қолға түсуі деп таныстырып өтеміз. Енді біз осы оқиғаларға ену үшін бізге берілген тақырып бастау бөлімін бүгін осы әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы бастау бөлімінің идеялық мазмұнын түсінуге тырысамыз. Міне осыны балдарға түсіндіріп, сабаққа кірісеміз. Шығарманың өне бойындағы көтерілген негізгі мәселе жеке адам және қоғам, әділетсіздік және кек, әділет іздеу оқиғаларымен кездесеміз дедік. Біз бүгінгі сабағымызда Шахан шері шығармасын бастау бөлімі бойынша шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсінуге тырысамыз. Біздің 10 кластағы оқулығымызда, әдебиет оқулығында бастау бөлімі оқулық бойынша 100 және 103 беттерде берілген. Біз бүгін осы оқулық бойынша жұмыс жасаймыз. Оқу мақсатына жету үшін біз сыныпты 4 топқа бөліп аламыз. Әр топқа сюжеттік элементтерді тауып, оларға тақырып қою тапсырмасын береміз. Яғни бірінші топқа бөлімдегі оқиғаның басталуын тап деп береміз және тақырып қой дейміз. Екінші бөлімге қақтығыс пен шиеленісті тауып, оған тақырып қоясыз дейміз. Үшінші топқа оқиғаның шарықтау шегін қайсы тұсы деп табасыңдар және оған тақырып қойыңдар дейміз. Төртінші топқа авторлық идея, яғни шешімді тауып, оған тақырып қой деген тапсырма береміз. Оқушылар орындайды. Оқушылар оқулық бойынша жұмыс жасап, тақырыптарды қойып шығады. Бұл жерде ескертетін жағдай, тақырып оқушылардың шығармашылық талғамына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Ең бастысы, бөлім бойынша сюжеттік композициялық құрылымын тану. Ол шығарма бойынша балалардың өзінің шығарманы қабылдауы бойынша әр бөлімге тақырыпты әртүрлі қою мүмкін дедік. Мүмкін бөлімдегі оқиғаның басталуын тілмәшті састырған тұтқын деп қою мүмкін. Ал қақтығыс пен шиеленіс бөліміне мені жолбарыс жүректі Шахан деп атайды деп қою мүмкін. Шарықтау шегіне үшінші топ алақанын уқалап жайнан қаққан тілмәш деп қою мүмкін. Ал шешім мен авторлық идеяға оқушылар ыза кекесінге толы ғаламат күлкі деген тақырып қою мүмкін. Міне осылармен танысып, оқушылармен кері байланыс жасап, бұл жұмысқа бағалаймыз. Бұл жұмысқа бағамызды береміз. Құрметті әріптестер, біз шығарманың сюжеттік элементтерін тауып, тақырып қою жұмысын аяқтап болғаннан кейін келесі жұмысқа көшеміз. Яғни келесі жұмыс шығарма мәтіні бойынша берілген сұрақтарға жауап жазу. Бірінші, жазушының портрет жасау шеберлігін анықта. Екінші, жазушы адамның сыртқы бейнесін суреттеумен қатар, ішкі жан дүниесін қалай көрсетеді. Үшінші, жазушының суреткерлік шеберлігі шығарманың идеялық мазмұнын анықтаудағы рөлі қандай болды. Міне осы сұрақтарға жауап алғаннан кейін, оқушылар орындап жауап алғаннан кейін, кері байланыс жасап, бағалау жасаймыз. Осы жұмыстарды орындап болғаннан кейін, сабағымызды қорытындылау мақсатында мына сұрақтарды қоямыз.
романның негізгі идеялық мазмұнын анықтау нәтижесі бойынша қойылатын қорытынды сұрақтар. Шахан шері бейнесі арқылы жазушы қандай қоғамдық мәселелерді көтергісі келді? Екінші, романдағы табиғат пен адам арасындағы қарым-қатынас қандай идеяны жеткізді? Осы сұрақтар бойынша сабағымызды қорытындылап алғаннан кейін үйге тапсырма беріледі. Үйге тапсырма 103 беттегі сөз қоржынын жазып, мағынасын түсініп алу. Шахан шерінің күлкісіндегі ызаның сызы тақырыбында шағын ой толғау жасау. Осылайша шығарманың идеялық мазмұнын анықтаудағы қорытынды сұрақтарды қойып, үй тапсырмасын беріп болғаннан кейін, біз сабақтың өту барысы бойынша оқушылардан рефлексиясын сұрап, сабағымызды аяқтаймыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау, саламатта болыңыздар.